Қазанның 15 күні номер 38 Суытөр орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі, Жалын дебат клубының жетекшісі Достаева Зүлфия Ақылбекқызының ұйымдастыруымен жастарда патриоттық рух бар ма тақырыбында дебат ойыны өткізілді. Бұл пікірталаста 8-9 сынып оқушыларынан құралған жақтаушы, даттаушы топ қазіргі жастардың патриотизмі туралы өз ойларын айтып, сөйлеу мәдениетін, білім шеберлігін шыңдады. Бүгінгі жастар еліміздің ертеңгі болашағы. Сол ұрпақты саналы да білімді етіп тәрбиелеу төл міндетіміз. Соның бірі патриоттық тәрбие мәселесі. Бұл адамзат тарихында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы мақсат. Қазақ халқының салт дәстүрін, ұлттық менталитетін, тарихын білмейтін жастарымыз көп. Бүгінгі күнде патриоттық сана сезімнің әлсіреуі адамдардың өз елі мен оның жетістіктері үшін ұлттық мақтаныш сезімнің өзгеруі. Қазіргі жастардың патриоттық рухының жоқтығы турасында өз пікірлерін ортаға салды.